Аяжан түс көрді. Түсінде ол Сарбай атасының үйінде біраз күн қонақ болып, енді қалаға қайтайын деген екен. Сарыкең, Мирдабай, Бәтима, Зәуре, Ораз бесеуі шығарып салмақ болып, оны автобус аялдамасына қарай ертіп келе жатыр. Ап-ауыр қара чемоданды бұл жолы тағы да Ораз көтеріп алыпты. Кенет бұлардың соңынан у-шу нәзік бір дауыстар естілді. Аяжан жалт бұрылып қараса, «Әне ғажап! Құмырсқадай өріп осылай қарай дүрмеге қашып келе жатқан кілең ши-аяқ бірдеңелер». Әлгілердің соңынан қолына таяқ ұстаған Нұрдәулет алқым-жұлқым боп ол жүгіріп келеді. Ши-аяқ нәрселердің немене екенін Аяжан енді ғана байқады. Кілең жыртық кітапшалар мен журналдар екен. Аяжан бірден таныды. Қоңыр тумбочканың ішіндегі Нұрдәулеттің жыртық кітап журналдары «Аяжан, бізді алып кет, біз сенен қалмаймыз, сенен бірге кетеміз» деп шыңк-шыңк еткен аянышты дауыстармен безілдеп жалынып келеді. «Тоқтаңдар, жандарыңның барында қайтыңдар. Әйтпесе, мен сендерді бұдан әрмен быт-шыт қылам» деп Нұрдәулет зәрлене қуып, жете алмай келеді. Аяжан не істерін білмей аңырып қарапты да қалыпты. Жыртық кітап журналдардың арасында аузы кертілген сынық сиясауыт, сынық қаламсап, жарық сызғыш секілді бір талай кемтар заттар қоса келе жатыр. Соның қай-қайсысы да Нұрдәулеттен зәбір жапа шегіп, мүгедек халге түскен бұйымдар. Ыза болған Нұрдәулет жете алмаған соң, қолындағы жуан ақ таяқпен әлгілерді жіберіп кеп ұрады. Сөйтіп еді, таяққа дағы барып сиясауытқа тиді. Сиясауыт күл-парша болды. Сол-ақ екен, сынған сиясауыттың ішінен көпіршіген көпіңге қою сия бұрқ етіп, жерден шыққан судай боп қайнап шыға бастады. Нұрдәулет арғы еңіс жақта болатын. Лезде олағынды сия өзенің ортасында қалды. Сияның асау толқыны біртін-біртін молайып өсіп барады. Теп-тез Нұрдәулеттің кеудесінен ақ кеп қалды. Нұрдәулет сасып ойбайлап бастады. Асау толқын оған ырық берер емес. Енді бір кезде Нұрдәулетті жанқадай қақпақылдап ағызып алды да жөнелді. Сарыкең, Мирдабай, Бәтима, Ораз барлық оған қол-ұштарын беріп, құтқарып алмаққа қуа жүгірісіп келеді. Бірақ ешқайсысы да Нұрдәулетке жете алмады. Нұрдәулеттің елі тек қылқиған басы ғана көрініп бара жатыр. Бір кезде лықсып келген және бір биік толқын оны қылқып жұтып, мүлдем көмді де кетті. Аяжан өз дауысынан өзі шошып оянды. Ет бетіне жатқанға бастығырын құлап терлеп қалыпты. Іші жап-жарық, терезеден күн сәулесі құйылып тұр. Қасындағы Зәуреден басқаларының барлығы түрейіп кетіпті. Осы кезде сырттан неге Нұрдәулет кіріп келді. Аяжан ентіге қуанып, «Өй, Нұрдәулет, барсың ба?» дейді. Бармын. Ой, мен бір түс көріппін. Ғажап түс. Мен де түс көріппін. Менің барлық кітабым менен қашып, сенің соңынан жүгіріп барады екен, дейді Нұрдәулет. Аяжан аң-таң болды. Содан соң ұмытып қалдым. Ұмытсаң мен айтып берейін, деп Аяжан Нұрдәулеттің түсін жалғастырып айта бастады.